Күннің сас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султанестігі Чалышам, хайырлы ақшамлар. Улы ватан женкі иштиракчилерінің адлары ве фоторесімлері «Дорога памяти» адлы галереяда эбеделештірілежек. Шиддетлі ел мемури бинаның дамыны йықты, оның түбінде 10 араба қалды. Қырымдытар медени тарихи асабалық музейі Оси Грым еллығына насыл бақшышларыны әлде етті. Гагарина соқағындаки көпірдің ғайрыдан тамирленуі насыл басамақта. Мишур ресам ве ағач ойлығы ұстасы Алим Бекиров бала бешіклерінің ясалығы эснафыны кележек несілерге еткізе білежек. Қырымтар китабы Қырымның әрбір регионына Маариф лейхасы милли әдебият рахбетлештірілуіне бойынша ішіні девам еттіре. Қырымда Жемхуриет территориясында терроризмнің оғыны Алуф адлы лейха ішлеп чықарылды. Весиқа эпосы идарелер ве везірліклер тарафындан ұйғынлаштырылды. Шымды бұл программа Қырымның маалеви везірлігінде бақыла. Бұл ақта Қырым елбашчысы антитеррористик комиссиясының ве Жемхуриетнің оператив штабының кечірілген топлашуда білдірді. Поручаем максимально сосредоточить усилия на завершении категорирования паспортизации всех объектов, подлежащих антироссийской защищенности в кратчайшие сроки. Аппарату антироссийской комиссии представить до 20 марта 2020 года список должностных лиц, не обеспечивших выполнение мероприятий по категорированию паспортизации. Қырым ве муниципаль акимиетін векілері Русия Федерациясының ана ясасына кірсетілежек дінішмелеріні кереклігі қайт әттелер. Бұл мевзуға олар матбуат конференция бағышладылар. Хатырлатамыз, Владимир Путин федераль топлашуға мұраджат еткен вақытта 10 дінішмені кірсетмеге тәклif етті. Олар епісі қырымылар үшін керек ве олар біріншіден іштимаи гарантияларға айт. Дей Жемхуриетнің иқтисади инкишав везары муавины Виктория Билан. Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, есть цель закрепить это в Конституции. Также индексации пенсии и достойного пенсионного обеспечения. Сейчас пенсии индексируются 2 раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует. Также много поправок касаются органов власти. Топрақ дамартасыны ресмейлештірмек, мескен шарайетлеріні ейлештірмек ве электрик бағларға қошылмақ. Бұл суаллеріні чезмек үшін ярдым сорап сәкенлер Девлет Думами бұсына мұраджат еттілер. Руслан Бальбекнің қабылына Қырымда нам қазанған ресам, Өзбекистанда нам қазанған медениет қадимы Алим Бекиров келді. Онасыл меселенен мұраджат еткен ақтафы Фатиме Сейдаметова біле. Очищаю, и потом я начинаю писать живопись. Али Бекиров ескі фоторесімні қалемнен кетен безіне кечіре фотоның кемер ерлері сілінген, яқшы көрінмей. Я его делаю грамотно, я обосновываю. Анатомически обосновать я должен сначала. Фоторесімде достарының ана бабасы оаман-аман 100 елавелсі чекілген ада. Ресімда зияде бозылмасын деп, ресім оз ұсылынен оның копиясыны яратып сақламаға істей. Ресам Али Бекиров 500-ден зияде ресімнің мөлефі дәресасен бұл Қырым манзаралары портретлер ве турмуш эшялар. Бұл сеземене ханымның портреті баба тарафындан оның қартынасы. Бұл сергілерге тақдим етілген ilk ресімлерден бірідір. Киевке барып келді бұл. Кені Россияға кечкеніміз соң, кені Москвая Сергейге барып келді бұл іш. Қач кері бір ұянна выставкаларда иштирак еткен. Оның рамкасы уақыты башқажа еді. Енді яңыжа башқажа рамка қойдым бұна. Өзім битачығым бұл. Санат йөнелішінде ұстанында бір севілген eglenjesi ағачнен Чалышовдыр. Алиаға тек ресамдегілде о емде эснафчы. Қырым татар бешіклері япылывының мутихасысы сайлап. Абы бүкілген ағач бұл. Боковые каркасы изделия делали из согнутых веток. Пока дерево молодое, ему специально придавали такую вот форму. Технологий было очень много. Я владею всеми. Оларның қат чешіті бар еді. Қырымның чешіт көшелерінде ненен фарқланайды. Бұл іште насыл алетлер құланыла. Бешіклер ақында бұлыста ершені біле десек yanlış olmaz. Оз білгілеріні Али Бекиров яш несілге талебелерге қалдырмаға арзу етем. Я уже не совсем молодой. Поэтому я хочу 5-6 человек детей, я возьму хотя бы вот эти названия инструментов, вот это я должен обучить.
Ама бу арзу керчеклешмесі үшін асас кереклешей бу кеныш устахане. Onun olmağanı bu işte büyük maniadır. Bu meseleni resam 15 yıldan ziyade çözüp olama yardım sorap alağa Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbek'e müracaat etti. Mebus söz berdi. Yakın vakitte alağa öz ustahanen açacak. Договорились, что будем на площадке 44-й школы находить возможности реализации этого проекта для того, чтобы возродить вот эту уникальную традицию производства бешиков, естественно, сохранить эти тайны. Стрелковая наразылық мейданында ise yerli musulmanlar camiге электрик ağlarını geçirmege isteyler. Ama en evvela kult inşaat yerleşken yerini resmileştirmek gerek. Институт сервитута представляет земельный участок по строительству третьим лицам. Если этот документ оформляется, технические условия уже присутствуют. То есть, это простой гражданско-правовой процесс. Все эти решения, в принципе, у нас отработаны. Будет гарантийное письмо Духовного управления мусульман Крыма. И я думаю, до конца недели мы найдем какой-то механизм правовой для того, чтобы решить этот вопрос. Умумен Невбетека гражданлар кабылына 18 инсан келді. Фатиме Седаметова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым парламенті 2020 сене Жемхуриетінің эсас Малие весиқасына дэнішмелер кірсетті. Сааларға Малие айырылуына арттырмақ тәшібісі Қырым елбашчысы Сергей Аксеновға айыт. Бөйледе мисал оларақ қой қожалығы везірлігі 40 миллион рублей елді етежек. Бұақта Қырым Девлет Шурасының 2-ші сессиясында белі олды. Бұл паралар қой қожалық ихтияджыларына масраф етілежек. Экономический эффект от работы этой службы ежегодно от 500 до 600 миллионов рублей. Это только на площадях по садам и виноградникам. А если посчитать и полностью и зерновые культуры тоже, то сумма дойдет до 900 миллионов рублей. Поэтому эффект максимальный. И для этого мы и попросили данные средства для того, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей. Русияде дорога памяти адлы уникаллейха башланды. Бу девлетіміздің Мудафа везірлігі тарафындан тешкілетілген миқязлы мультимедиялейхасыдыр. О ұлы ватан женкінді иштирак еткенлерінің онларжы миллион фоторесімлеріні бірлештірежек. Галерея Патриот адлы ратлық бақшасының территориясында Русия селялық құветлерінің эсас ибадетханесінде açılacak. Лейхада істеген адам иштирак ете білем, Зунаиша Шлакова девам ете. Вайназ güzel bir военный adam edi. Kimdir eken dep soradık. Ya babam endi 20 yıldan beri vefat etti. Son bular aytar ya o bizim dayımız da en sevgili dayımızdır dep ayttılar ma. Зира Сейдаметова өз бабасының фоторесімні көстере. Бұл ресімні о Краснодар тарафта яшаған сөйлерді көрді. Ендіден ресім Құранта архивini yaraştıracak. O kadar hürmeti var edi men babam bütün doğmuşlar arasında. En büyük 7-8 yıl üge kemegen. Ana ular fotoresimini yasap güzel etip dualga karşı elgenler. Зира ханымның бабасы Абдулла Сулеш жебеджі. Женг башлаганда Көрбе күлкөйінде доған ватандашымыз енді 2 ел ордуда қызмет етеді. Яш аскер вебинлерже бөле генч ватан топрақны құрчаламақ үшін жебеге yol aldı. Берлинге же етіп барды. Babam bir yerde 19 yaşına armiyaga hizmetke çağırdılar. 2 yıl hizmet yapkan son cenk başlandı. 5 yılda cenk'e gitti. Ofitserski polklarga hizmet etkendir. O zaman bir ozu gitkeni yok. Hepsi doğmuşlar da gitti. Emce ballarının da gitti. Bana bunu yine kadası medallarına kaytıp geldi. Енді Русия Мудафа везірлігінің дорога памяти адлы мұқязлы мультимедиа лейхасы ярдымынен Абдулла Сулешның жесіретлігі тарихқа кірсетілечек. Башқа бинлерчі қараманларымыздың адлары каба. Harbabağını yazmak көрсетmek gerek. Suleş Abdullah böyle şeyler var eken. Onda bütün dünya bilsin. O da cenk'e vardı. Hizmet etti. Cenk'te iştirak etkенлер, көйлерді ғалебе için күрешкенлер, партизанлар, фотомухбирлер, атта концлагерлер esirleri кабы туғанларының ресімлеріні эркес дорога.mil.ru сайтына yolay біле. Ветеранларының фотоларыны интернет ярдымынен yüklемеге имканлары olmağanları için ise арби комиссариатларда махсус ноқталар çalışa. Москва вилаятында уникаль галерея құрула. Патриот атлы ратлық бақшасының территориясында Русия селялық құветлерінің эссас ибадетханесінде. Мұқязлы иншаатның чевре ұзынлығы 1418 адымны тәшкіл еті. Бір адым женкнің бір күніне лайық. Тәфсилатлы малюматны Русия Мудафа везірлігінің сайтында яда яшаған ерлеріңіздегі арби комиссариатларда тапа білесіз. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үшін.
Құружилар Гагарина соқағындаки көпірні яны Ригер елештірмек үшін азырлайлар. Бұ ерді реконструкция 2 айдан берле девам ете. Насыл ішлер әнді бежерілді ве көпірді нақлиет не вақыт қатнан башлайжақ. Бұ ақта мұғбіріміз Фатиме Сейдаметова тариф ете. Да, 2 ай велсі қазай көпірден нақлиет қатнайды шымды ондан тек бұ қалда. Объекте 9 құруджи çalışа. Мақсус әлетлерінен олар Ригеліні, яне теременің юқары қатыны демонтаж етелер. Соңра ішчілер теременің демир каркасыны құрып, оны бетонен толдырачақлар. О 28 күн девамында құрачақ. У нас после заливки бетона будем производить уход за ним, и лаборатория ежедневно будет проводить замеры по набору прочности. Яңы Ригел қойылған соң құружилар мұна бұ балкаларны ерлештірмеге башлайжақлар. Олар Қырымдан тыш ерлерде япыла. Умумен 28 балка олажақ, олардан 16-сы енді кетірілді. Башында көпірде тек реконструкция ішлеріні кечірмеген етленділер, балкаларны деніштірмеде кәділер. Ама ел қапламасы ұстынден 60 ел девамында фаль трафик себебінден балкалар ағыр алға ұғрадылар. На протяжении этого времени балки очень сильно разрушились, арматура в них сгнила. И в связи с тем, что у нас в действие вступили новые ГОСТы, то старые типовые балки мы не можем использовать на этом мосту, поэтому нам пришлось заказывать новые балки другого образца. Лейха деніштірілді бұ себептен ішлер белі олмаған мұдетке девам еттірілді. Ерлі сәкенлер ісе девамлы оңайсызлықларға dayanмақ ве башқа көпірден қатнамаға мечбурлар. Транспорт не ходит, он ходит через город. В городе пробки. Естественно, это очень неудобно. И плюс не ходит же транспорт, который идет от Москальца в сторону ЖД вокзала, центра по этой дороге. Очень тоже неудобно. Мне, например, добираться. Я хожу пешком. Здоровье уже не то, к сожалению. Құружилар бознен камераға лаф етмектен редеттілер, ама көпірде апрелінің 20-сінде нақлет қатна башлайжақ деген тахминлеріні сеслендірділер. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Қырым Мүйдіслік педагогика университетінде Бақчысарай 18-21 асырларда адлы китапның тақдимнамесі кечті. Оның тиражы 500 носқа. Китапның муэллифі тарихчы Февзи Якубов адына Қырым Мүйдіслік педагогика университетінің ожасы Эльвис Османов. Монографияның темеліне сабық Қырым ханлығының пайтақты Бақчысарай тарихының оның әмиетлі иншаатлары, культ, жемаат, оқуф объектлеріні ве әлбетті эсас объекты сайылған хан сарайының огренолеві кірді. Дерслік üzerinde ilmi iş 10 yıl devam etti. Müellif hayırlamak için студентлер, hocalar ve yazıcılar toplandı. Бахчисарай – это город контрастов, город, где пересекаются 3 культуры – мусульманская, христианская, иудейская. Практически на каждом шагу есть какие-то интересные памятники архитектуры, истории, культуры. Я думаю, в любом случае, занимаясь в той или иной степени историей крымско-татарского и других народов, они будут обращаться к этой монографии. Надеюсь, она будет для них важна и они будут на нее опираться. Kitapqa Qırım Cumhuriyeti'nin devlet arxivleri emdi Baqçısarай qoruğunun ilmi arxivleri kırdı. Monografiya Moskvada neşir etildi. Qırımda tek 10 kitap var. Bu malumatnen Fevzi Yakubov adına Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde tanış olmaq mümkün. Делямура адыны ташыған китапханенің фондына 90 китап қошылды. Китапларны Исмаил Гаспринский адына медиа меркез нешір етті. Олар инглиз, эрмени, қырым-татар ве украин тілдерінде басылған. Бұл китаплар Қырым-татар китабы адлы форум черчевесінде бағышланды. Қырым-татар китабы адлы форумына Ешіл ада ойын ансамблі ача. Sonra Исмаил Гаспринский адына китапханенің библиографы Диляра Билалова улы ватан жөнкінде иштирак еткен хараманлар, язычылар ве селяжы усталар аққында тариф еті. Так, деятели декоративно-прикладного искусства, Калафатов Амет, мастер-оружейник, ювелир. Қырым-татар китабы адлы форум әр ел кечірілі. Анда китапханечілер зинаддашлары арасында өз тәжірибелерінен пайлашалар. Бізім қалқымыздың медениеті ақында субет әтелер ве Гаспринский адына меркезінің ярдымынен китапханенің фондуларını толдуралар. Медиацентр выпускает такие прекрасные книги. Это и детская литература, это и о народах, проживающих в Крыму, это и литература военная, это и
искусство крымских татар, и не только. Это болгары, армяне Крыма. То есть вся та литература, которая способствует, это болгары, вот хочу сказать, что недавно вышло. То есть вся литература, которая направлена на популяризацию народов, о знании истории, культуры, фольклора народов, проживающих в Крыму, не только крымских татар. Быйыл китапханечилер форумы Карасов базарда башланды. О Крым татар неширлеріні рағбетлештірмек мақсадынен кечіріле. С учетом того, что рождаемость среди крымско-татарского населения растет, это показатель, действительно есть такой. И с целью популяризации крымско-татарского языка, традиций, культуры, народа, безусловно, такие акции нужны. Приятно, что это проводится у нас на территории района, в нашей центральной районной библиотеке. И вот здесь на данное мероприятие собрались как раз-таки вот представители нашего района, которые непосредственно занимаются крымско-татарским языком, крымско-татарской литературой, культурой и традициями. Исмаил Гаспринский адына китапханенің қадимлері әнді келечек регионға юлға чықмаға азырланалар. Бұ еді Құю районы олажақ. Мухаммед Зикиряев, Арсен Фукала, Милет үшін. Айын ойын ишлерінен оғрашқан Қырымлы адлиежесі апсты 2 ел кечірежек. Буақта Ялта шер махкемесінің матбуат қызметі хабер етті. Кечкен сене оқу қорчалайжыға қадын адлиеви ярдым сорап мұражат етті. Бұл меселені чезмегечен $20,000 талап етті. Қадын адлиежеге оқу қорчалайжылар незарет еткен вақыт паранын бір қысмыны берді. Махкеме қарары бинайын адлиеже умуми низамлы колонияда жазасыны чекечек. Киевская соқағында онлар же арабалар дам парчалары түбінде қалды. Күчлі ел Қырымның көй хожалық илми тәтқиқи институтының дамыны йықты. Вақия бүгін юз берді, қазаланғанлар йоқ шымды Қырымда фронталь циклон кече. Ярын Саба елінің суряты 27-28 метрны тәшкіл етежек. Кемер ерлерде пек күчлі еллер. Февқуляди везірлігінің хадимлері мұқайт олмаға тефсие етелер. Ичтимai ағларда аккаунтларны насыл етіп илерілетмек, ичтимai волонтерлық арттырмақының усуллары вем васталары бұ йөнеліште чалышқан действие адлы ресурс мерkezінің мутихаслары пиар сырлары еле пайлаштылар. Лейха президент грантлары фондының қол тұтывыны әлде етті. Семинарда бізім тақымыз да болынды, тавсиятлы Жайша Шулакова тариф етем. Группа ВКонтакте или аккаунт в Инстаграме – это первое, что увидит ваша целевая аудитория, и это, скорее всего, первое, что увидят ваши потенциальные партнеры. Қысқа аңлайышлы ветолу ичтимай ағларда бір группаның серлевасы тамам бөле олмалы. Действие адлы ресурс мерkezінің мутихасысы Вероника Гафарова интернетте профиль насыл олмақ кереклігі ақында тариф еті. Если сделать все грамотно, произвести хорошее впечатление, создать себе имидж, потому что соцсети в современном мире имеют настолько большое значение, что могут создавать или наоборот разрушать имидж организации и людей. Пиар и взаимодействие с партнерами мевзуға бағышланған семинар волонтерларны ветиджари олмаған мөсселерінің реберлеріні топлады. Олар мында чоқча адамларны ішбірлікте чалышмақ үшін желпетмеге угретейлер. Знаете, кто они? Но кто именно заходит в ваши социальные сети? Ваши благополучатели или благодатели? Устойчивый Крым адлы стратегик инкишаф Лейха фаалиеті меркезі действия адлы Лейханы амелге кечере. Кеченлері олар президент фондындан грант әлде еттілер. Курс дёрт дерстен и барет. Вот так вот охватывая абсолютно разные области, мы стараемся способствовать тому, чтобы организации работали не просто, знаете, бежали и спасали там, где пожар тушить, но выстраивали свою работу системно, структурно, логично, чтобы это действительно были организации, которые успешно работают. Мутихасыслар тиджари олмаған мөселерге президент фондындан грантларны ведигер субсидияларны элде этмек үчүн аризаларны doğru язмага ярдым этелер. Те консультанты, те эксперты, которые нам помогают как бы немножко откорректировать свое понимание, свое видение и проектной деятельности, и как бы донесением идей, они, конечно, тонизируют нас, да, вот, и мы рассчитываем, что мы, как бы сможем получить поддержку от этого очень уважаемого партнера фонда президентских грантов.
Светлана Сахарова, Рост адлы ана бабалар ве сақат балалар мөссенің рейсы. Жематыр баплары имканлары сынырлы олған балаларға ярдым етелер. Енді эки кере президент грантларны элде еттелер. Дерслерден сон матбуат васталары иле зиядече ишбірлік тізмеге ниет етелер. Более удачно рассказывать о наших мероприятиях, чтобы привлекать сторонних спонсоров, может быть, частных доноров, потому что очень много зависит от того, как ты расскажешь о том, что ты делаешь. Мы много делаем, но иногда недостаточно об этом говорим. Дерслер бутун ярым адамызда өткерілен, нәтижеде он ен яхшы dinleyici seçilecek. Күзде олар Москваға стажировкаға кечмек üçün yollanılacaklar. Анда олар тиджари олмаған ен büyük мәселелердің әрекетлері ile таныш olacaklar. Ayşe Шулакова, Максим Турчев, Millet için. 500'den ziyade sergi, 15.000 eksponat ve 50'den ziyade basma neşirleri. Bu dünyada ekenine olgan Kırım Tatar Muzeyine has 20 yıllık erişmelerinin tek küçük kısmıdır. Юбилей konu müessege da bir unikal eksponat 17. asırlık gügün koşuldu. Bu kımның bakşışı olgana hakkında nevbetli kelefhamızına seyir etiniz. Милли нахмелерні Селсибель адлы мешур кемани ансамбле ижрайты. Улар Кырым Татар Медени Мирас музейінің залында яңғырай. Мусафирлерні мында бойлы қаршылайлар. Акимет векілері меденет ве жемачылар музейсянын қадимлерін берабер ве қуванчылы вақаны қайдетмек үшін топландылар. Милли музейіміз 20 яшыны толдырды. 90-нчы сенелері музей өз қапыларына ашқан вақыт мұнда бір-екі қадим çalışайды. Экспонатлар арасында Аблемит Умеровның ескі уникаля милисуслы санат коллекциясы ве башқа ресімларының бір қачесері. 400-ге яқын еді экспонат музей çalışып башлағанда. Şimdi ise endi 15.000'den ziyade ama ondan da çok tek bu eksponatlar mutlaka hep cedvellerge kısaltılmak gerek. Sonra bu elbette sayılar da artacak. Коллекцияға да бір уникаль ве қиметлі экспонат қошылды. Бұл Кырым Татар Гугомы. Оның яшы 400-ден зияде. Бұл Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбекнің бақшышы. Исмет Аблетикович сориентировал, что это либо мастера Бахчисарая, либо мастера Карасу-Базара, Белогорска. Это 17-18 век, изделия довольно-таки в хорошей сохранности. Тантаналы күн девамында Девлет Миллетлер ара комитетінің ребері Медени мерkezінің қадимлерінің мүкафатлады. Бу ади музейдегі альбу бутун халқының хазнесыдыр. Афсуски бинауының иметлігіне лайық дегаль, дей Альберт Кангиев. Очень большое количество экспозиций лежит на складе и не демонстрируется. Это очень плохо. Мы сегодня ищем варианты, каким образом преобразить наш музей, каким образом придать ему новое дыхание в виде другого здания, для того, чтобы было как можно больше площадей. Меденет везера Арина Новосельская шандырдығы бұл вақаны чуқ вақыт беклемек керек олмас. Мы переедем в новое здание. Ура! В этом 2020 году, юбилейный год. Айны бұл хабер музейінің 20-жы доған күніне әсас бақшыш олды. Келечек доған күніні Кырым татарларының меденет меркезі айны бойле шең мөтте, ama енді башқа яны бинада қайдетежек. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Millet үшін. Бүгінге бұл епісі хаберлер Millet телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.